Қайырлы күн, оқушылар. Қазақ тілі пәні етістіктің шақтары. Алдымен біз етістіктің не екенін есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не? Жарайсың. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, күй-жайын білдіретін сөз табы. Сонымен қатар, етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Олай болса, бейнефильмге назар аударайық. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 шаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 шаққа? Шақ – уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 шақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Сонымен, осы шақ етістік іс-әрекеттің қазір болып жатқанын көрсетеді. Мысалы, Арман үй тапсырмасын орындап отыр. Орындап отыр осы шақ етістік. Өткен шақ етістік іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, Жандос қызықты кітап оқыды. Оқыды өткен шақ етістік. Келер шақ етістік іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Нұрсұлтан атасымен ауылға барады. Барады келер шақ етістік. Ойланайық. Берілген сөйлемнен етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айт. Әлихан қазақ тілі пәнінен үй тапсырмасын орындап отыр. Жарайсың. Орындап отыр осы шақ етістік. Келесі сөйлемге назар аударайық. Әділ бүгін достарын үйіне шақырды. Тамаша шақырды өткен шақ етістік. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Өте жақсы. Айтып беремін келер шақ. Жарайсыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.